Әке парсы. Шаһардан шығып, кең даламен қайта қауышқан шақта жолаушылардың тынысы кеңіп сала берді. Бала жабай шаңжықпас кертөбелдің басын қоя беріп, олардан оқ бойы ұзап кетті. Көктемгі даланың көңіл тербетер жұпар лебі жанын жадыратып, туған жер, өскен өлкеге айрықша бір ынтызар сағынышпен оралып келе жатқандай. Қазбек палуан одан артық қуанбаса кем қуанған жоқ. Бірақ сыртқа сыр шашпай, іштегі қиялы әр қиырға самғап, жан жүрегімен толқып тебіреніп келеді. Оның есіне анау бір жылғы жоқ жітіктен көз аша алмаған қиын кезең оралды. Жазық далада сар желдіріп келе жатқан бір топ жолаушыдан оқ бойы оздырып бара жатқан анау жабай бала дүниеге 7 айлық болып келіп еді. Жас босанған келіншегі мен нәрестесін қара шаңырақты қалдырып, Қазбек палуан сол жылы жазда сонау Тұрбаттағы бір байға жалданып, 40 күн шілдеде маңдайын күнге қақтатып жүріп, телегей теңіз егінін орып берді. Әу баста уәделескенде Қазбек палуан байға 4 кісі болып барамыз деп еді. Сол 4 кісінің жұмысын жеме-жемге келгенде жалғыз өзі істеді. Өйткені табысқа ешкімді де ортақтастырғысы келмеді. Ауылда мұның жолын тосып, аузын ашып қарап отырған қызыл қарын жас бала, кәрі құртаң шал мен кемпір бар. Оның үстіне туған ағалары Қазымбет пен Бажықтың үй ішіне де қолғабыс тигізбесе болмайды. Шынына келгенде Қазымбеттің де Бажықтың да өз бетімен тер төгіп, еңбек етуге, табыс табуға құлқы жоқ. Тұрбаттағы байдың егін басына тамақ таситын қызметші сақау әйелі. Тойт, кішіге деп тамақ апаямын. Би кішіден башқашы көзіме түспейді, деп барады екен. Бай оған ойланып қалатын көрінеді. Бұл бірақ 4 кісінің тамағын жалғыз өзі ішіп жүрді. Егіннің ара-арасына өскен көк, жантақты жалаңаш қолмен отағанда ащы тікені удай қадалар еді. Қазбек палуан оған да қыңқ еткен жоқ. Егін орылып біткенше жебедей сұғылған жантақтың тікенінен 2 қолы күптей боп ісіп кетті. Есеп айырысатын күні бай бір сазбасын сойып, Қазбек палуанды әдейілеп қонаққа шақырды. Тегенедегі май құйрықты шекедей алдырып, 10 саусағын соған батырып қойды. Сүт пісірімнен соң удай ащы жантақ тікендері өз-өзінен былқылдап түсе бастады. Көзін жұмып, тәтті бір рахатқа батты Қазбек палуан. Жас ет буы бұрқырап алдарына келгенде бай бұған жымия қарап: «Иә, егіншім, қасыңдағы серіктерің қайда?» деп сұрады. Қазбек палуан өтірік айта алмай төмен қарады. «Білем, палуан, өзің айтпасаң да білем» деді. Бай пейілдене күліп: «Бір түйір ақыңды жемеймін, тек шындықты айтшы, 4 кісінің жұмысын бір өзің атқардың ба?» «Иә, байеке». «Әп бәрекелді, палуан» деп бай риза болып қалды. Ертеңіне өзі айтқандай бір түйір ақысын кемітпей қазақы қаппен бір қап бидай берді. Қазбек палуан оны арқалап: «Әлімтау қайдасың?» деп тартып кетті. Екі ара 2 күншілік жол еді. Жолда келе жатып Қырыққұдықтың тұсына жеткенде тасқа бауырын төсеп жатқан арық ешкіні көрді. Жоқ жітікке сен де бір азық боларсың деп зілдей ауыр қаптың үстіне оны да салып алды. Сол кезде мәслихат төбенің басында Жылкелді бай кеңес құрып отыр екен. Жүк артқан, нардай боп шылжып келе жатқан мұны алыстан көзі шалып, жанындағы шабарманына: «Апырай, мынадау кім екен? Барып, біліп келші» дейді. Шабарманы шауып келіп Қазбекпен жөн сұрасты да қайтадан далбақтап шаба жөнелді. Тұрбат жақта жүріп, егін орып, табыс тауып келе жатқан Қазбек палуан екен. Аузын шыжымдап буған бір қанар қап бидайы мен бір ешкісі бар арқалап келе жатқан, дейді әңгірлеп. Бұл да сәлден соң мәслихат төбенің басына шығып, демін алған кезде Жылкелді бай: «Ай Қазбек, ай» деді, даусын мәнерлей созып. «2 масылды асыраймын деп арқа етің арша, борбай етің борша болды-ау» жазған. Жылкелді байдың 2 масыл дегені
Қазымбет пен Бажық екенін бәрі де сезді. Сол топтың ішінде отырған әлгі екеуі төмен қарап көздерімен жер шұқып қала берді. Қайсы бір жылы Самарқандтан келген Әпендишан Қазбек палуанды Қаратауға ертіп барды. Ел аралап, сый-сияпат көрген Ишанның малын айдап келе жатып, жолда қарлы боранға тап болды. Мал түгілі бас қайғы боп кәрі Ишан лағып кетіп, кездейсоқ бір ауылға кездесіп жан сақтады. Қазбек палуан болса, қалың қардың астын үңгіп, құмырсқаның илеуіне жолықты да, ақ тер, көк тер боп соны қазып, ішіндегі азығымен бір қора малды аман алып қалды. Әне, бүгін сол Қазбектің де көңілі өсіп, қара жабайын қайта-қайта іште айналып толған келеді. Бұл шіркін жазғы шілденің аптабына, қысқы шілденің қаһарына тозып, маңдай терін төккенде өзі үшін емес, өсіп келе жатқан ұрпағының қамы үшін еді. Ендеше Қазбектің ұрпағының алды атқа мінуге жарап, еңбекқор әкенің асыл үмітін ақтай бастаған емес пе?